Сәлем достар, ағылшын үйрен прямой эфиріне қош келдіңіздер. Қандай тема үйренеміз, комментарийға жазсаңыздар болады. Желательно, бірақ ағылшынды енді үйреніп жатқан адамдарға түсінікті болатындай, оңайлау темадан бастайық. Түсінбей жүрген темаларыңыз бар ма, ағылшыннан жазсаңыздар, осы жерде прямой эфирда сабақ өтеміз. Желательно ағылшынды енді бастап жатқан адамдарға оңайлау болатындай тема таңдаңыздар. Өйткені бірден барып интермедиат деп уровеньді өтіп атсақ, онда қиын болады адамдарға. Или болмаса, мен өзімде бір темаларды түсіндіре берсем, осы жерден бір нәрсе үйреніп кетесіздер. Ағылшын бастап оқып жатқан адамдар бар ма? Енді бастаған, или бұрын тастап кеткен, уже ұмытып қалған. Комментарийға жазсаңыздар болады темаларды. Ағылшынша мен осыны түсінбеймін, осыны түсіндіріңізші деп. Сосын шамалы біраз адам жиналсын, сосын бастаймыз сабақты. Оған дейін жаза беріңіздер темаларды. Сосын соның ішінде барлығына оңай болатын ортақ бір теманы таңдап алсақ. Лайк басып отырыңыздар. Көп адам қосылсын, сосын бастаймыз сабағымызды. Мен енді үйреніп жүрмін дейді. Вот, как раз сізге керек. Түсінбей жатқан темалар болса, осы жерде талқылаймыз. Кейбір адамдар бар ғой, бұрын оқыған, сосын вообще сөйлемеген, қолданбаған, сонымен сол күйі ұмытылып қалған. Сол адамдарға да қайта жақсы еске түсіруге. Бұл жерде мен енді ағылшынша сөздерді андай қылып, словарный запас үйретпеймін ғой. Мен страничкамда өздеріңіз білесіздер, видеолар бар. Сол жерге мен обычно темаларға бөліп, vocabulary, сөздік қорларды шығарам. Duolingoмен ағылшын үйрене аламыз ба дейді. Конечно, үйрене аласыз. Сөздік қорды күшті көбейтеді. Сосын қайта практика жасаған сайын адам ұмытпайды ол сөздерді. Сосын оны қолдану керек та, просто үйреніп қойма. Кейбір адамдар бар да, андай Duolingoдан сөздерді жаттайды, күшті қылып үйреніп жүреді. Бірақ Duolingoның ішінде ғана күшті да ол. Бірақ сыртқа шыққан кезде уже сөйлеу керек кезде сөйлемейді уже. Сол үйренген нәрсесін қолданбайды. Ал сізге Duolingoның ішінде ғана керемет болмай, сыртта да керемет болу керек қой. Магистратураға дайындалып жүрміз дейді. Осы кезде барлығы магистратураға дайындалып жатыр. Мен магистратураға тестке дайындайтын, бірақ қазір алдыңғы жылдары дайындадым. Жаздық, күздік магистратураға. Қазір менде жалпы ағылшын үйреніп жатқандар бар, но магистратура жоқ. Бірақ дайындалам десеңіздер, пожалуйста. Тыңдағанда аздап түсінем, сөйлеуге қиналам дейді. Значит, сіз сөйлемейсіз. Сөйлеу керек енді. Қате болса да сөйлей беру керек қой. Енді как андай жаңа туылған баланың өзі бір нәрсені бірдеңе қылып әйтеуір келтіріп қате болса да айтады ғой. Сондай қылып сізге қате болса да сөйлеп үйрену керек. Бір-екі сөзді қоссаңыз да, мысалы I am doctor десеңіз де, оның өзі біраз нәрсе ғой. Қандай тақырып бүгін дейді. Сол білмей тұрмыз. Қандай тақырып таңдаймыз? Жазсаңыздар комментарийға. Сосын адам жиналғасын бастайық. Өйткені бастап қойсақ, қазір жұрттар ортасынан келеді, ол не деп отырады. Желательно оңайлау тема болсын. Beginner, elementary, ары кетсе pre-intermediate. Бірақ pre-intermediate-тан аспай қояйық. Өйткені pre-intermediate-тан ассақ қиын болады. Ағылшын үйренем деген адамдарға қазір возможность көп қой. Тек желание болса болды.
ең қиыны gerund мен үшін дейді. Gerund ол жерде енді бір емес, бірнеше ережесі бар. Сол ережелерін жаттап алу керек, просто по порядкам. Енді gerundты мына жерде түсіндіре алмаймын енді, өйткені gerundты қазір мен жазып жатсам, неге ing жалғадыңыз, ол не деп қазір біраз әңгіме болады. Gerund больше не ғой, жаңа интермедиаттан жоғары деңгейдің темасы. Gerundты сізге бір адам күшті ғып түсіндірмей жүр ғой. Күшті ғып түсіндірсе, ол оп-оңай тема негізі. Герундия етістіктен туындаған зат есім ба? Иә, ол герундияның өзінің 4-5 ережесі бар. По порядкам бөліп түсіндірсе, ол күшті оп-оңай тема былайынша. Негізі ағылшын тілінің грамматикаларын күшті түсіндіретін адам болса, негізі ең оңайы грамматика ғой. Вот сөз жаттау енді қиын. Көп адамдар сөзді жаттап алады, жаттай алмай атады ғой. Ал грамматиканы деген бір түсініп алсаңыз, спокойно айта бересіз ғой. Ал сөз дегенді жаттайсыз, ол еще ұмытылып қалады, қайттан жаттайсыз оны. Еще кейбір сөздер болады андай, жаттайсың, сосын қолданбағасын, ол сөздер қалып қояды сол күйі. Грамматикалар логичный деп дейді. Иә. Енді сөздік қорыңыз күшті болса ше, грамматиканы бір жақсы білетін мұғалім сізге бірақ түсіндіріп берсе болды ғой. Словарный запасыңыз күшті болса болды. Грамматика деген қиын емес. Енді мен өзім уже 10 жылдан асып кетті, уже 11 жыл болды. Ағылшын үйретіп жатқаныма. И уже менде андай адамды біліп тұрам қазір, қай жерден қате жібереді ана адам деп алдын ала айтам ғой. Қазір сен мына жерден қазір қате жіберейін деп тұрсың, бірақ сен оны олай істеме деп уже андай как психолог сияқты болып кеткенбіз ғой. Writing, reading мысалы дұрыс па дейді. Иә, енді ing жалғағанның бәрі бірақ герундия болмайды. Сол ғой, жаңа мен герундияны түсіндірмеймін деп тұрғаным. Өйткені ing жалғағанның бәрі герундия болмайды ғой. Ing мысалға present continuous болса да ing бар, past continuous болса да ing бар, сондай сияқты. Курсыңыз әлі бар ма дейді. Я онлайн оқытам. Онлайн зумда оқытам. Бірақ андай видео урок жіберіп қойып деген жоқ менде. Кәдімгі онлайн бетпе-бет алдымда оқушы сөйлеп отыру керек менің. Андай қылып видео урок жіберіп қойып, тыныш жата алмаймын. Еще infinity. Я. Енді infinity тоже ода да там бірінші, екінші, үшінші деп өзінің несі тұрады, жаңағыдай ережелері. Соны екеуін жаттап алу керек қой енді. Я, дұрыс айтасыз, шатастырады, көп адам шатастырады. Так, бүгін не үйренеміз? Ағылшынды енді бастап жатқан адамдарға. Мысалға, ең оңай деген грамматикадан бастасақ, я, мысалға, например, there is, there are деген бар, мысалға, оңай. Енді ағылшынды енді үйреніп жатқандарға. Бірден айтып қояйын, бұл жерде там интермедиат болсаңыз, сізге оңай болады бұл тема, но бірақ бір қайталап алсаңыз болады. There is или there are. Осы екеуін өтсек. Бүгін қалай қарайсыздар? To be дейді. Я, to be болады. Бірақ алдында оны түсіндіріп тастадым, қайта айта бергенде. Немене мына кісі to be түсіндіре бере ма деп айтады шығар. There is, there are түсіндірсем бүгін. Вообще, ағылшынды бетін ашып көрмеген адамдарға да оп-оңай мынау. Қазір мен осы жерден ақ түсініп аласыз. Осы жерден түсініп аласыз да, қазір сөйлем құрастырып отырасыз уже. Көпше жекеше ма дейді. Я. Мынау жеке. Мынау жеке, мынау көпше. Көпше түрі, анау жекеше түрі. Так, осыны түсіндіре берейін, я. Ағылшынды вообще мен білмеймін.
бетін ашпағанмын деген адамға да осы оп-оңай. Короче, ағылшын тілінде осындай there is, there are деген грамматика бар. Грамматика дегенде сөз, грамматика. Так, сіз бірақ мына сөздің переводын жаттап алсаңыз, уже болды, ары қарай сөйлем құрастыра бересіз. Грамматика деп айтқым келмейді, мен уже грамматика десе көп адам қашады. Сондықтан просто осындай екі сөз бар ағылшын тілінде. Осы екі сөздің аудармасын білсеңіз, сіз спокойно барып сөйлем құрастыра бересіз. Тәуелді емес жалпылама дейді. Ол қандай мағынада? Бір заттың тұрғанын білдіреді. Дұрыс айтасыз. Гүлнұра уже ағылшын үйреніп жүрген көрініп тұр. There is, there are барлық beginner, elementary деңгейіндегі адамдар білу керек енді. Сосын сіз мына жерде қазір мына сөздің аудармасын білсеңіз, қалай сөйлем құрастыратынын үйреніп алсаңыз, сіз қазір элементарно apple деген жаңағы алма деген сөзбен ақ қазір сөйлем құрастырып кете бересіздер. Так, бастай берейік. There is, there are бізде екеуі бір заттың бар екенін көрсетеді. Бір зат, не только зат деген, то есть бір нәрсенің бар екенін көрсетеді. Например, менің үйімде 3 бөлме бар, менің қаламда кинотеатр бар деген сияқты қылып, любой қылып, әйтеуір бір жерде бір нәрсе бар деп айтқыңыз келсе, осы there is, there are екеуі бар деген сөзді білдіреді. Так, have got-тан, has got-тан айырмашылығы дейді. Енді have got, has got деген, менде бар, сенде бар деген біреу меншіктік, дұрыс айтасыз. Енді түсіндім. Тәуелді мен жалпылама дегенді қалай айтып тұр деп едім, енді түсіндім. Дұрыс айтасыз. Have got, has got ол менде бар, біреуде бар деп айтасыз ғой. Ал мынау there is, there are деген жалпы осы жерде бар. Например, менің қаламда там 2 кинотеатр бар, или менің бөлмемде кровать бар, или менің үйімде 2 спальня бар деген сияқты қылып айтасыз ғой, сөйлем құрастырып. Сол кезде вообще бар дегенді айту үшін, мысалға, мынау столдың үстінде маркер бар міне деп айтқыңыз келсе, осындай мағынада қолданамыз осы екі сөйлемді. Сосын there is, there are жаңағы айтқанымда жеке и көпше. Жеке көпше деген мынау кәдімгі бір штук. Енді мектепті баяғыда бітіріп кеткендер жеке деген не деп түсінбей қалып жүрмесін. Көпше деген кәдімгі көп зат. Көп затқа айтылады. Сосын екеуін сөйлем құрастыратын кезде де оп-оңай қылып бірден осы there is, there are деген осы сөзді сөйлем құрастыратын кезде міндетті түрде сөйлемнің басына жазамыз. Мысалға, менде столдың үстінде міне маркер тұр. Мысалға, көк маркер тұр деп айтайын. Енді айтайын. Осы столдың үстінде маркер тұр деп. There is a marker. Маркер жақсы жері ағылшынша маркер болып тұра береді. Қидалмайсыздар. There is a marker. Үстінде деген бізде on. Мынау үстінде деген. On the desk. Мысалға. Desk деген бізде стол немесе парта деген мағына білдіреді. Міне, сол кезде міне партаның үстінде или там столдың үстінде маркер бар. Міне, there is a marker on the desk. Уже өстіп сөйлем құрастыра берсек. Болмаса, если прямо қиын болса, мынаның барлығын алып таста, просто there is a marker. Маркер бар деп айта салсақ та болады да. Енді бастап атқан адамдарға, например, қиын болмас үшін. There is a marker. Міне бар, маркер бар. Или болмаса there is a blue marker десек те болады. Например, көк маркер. Енді түсті білесіздер. Уже қазір енді түсті білмейтін адам жоқ шығар енді ағылшынша. There is a blue marker. Міне, маркер бар деп айтып тұрмын. There is a marker on the table дейді. Дұрыс айтасыз. Дәл сол сияқты міне there is a blue marker немесе столдың үстінде болса жаңағыдай on the table деп қосасыз. Мысалыға болмаса there is a cinema. Cinema деген бізде кинотеатр. There is a cinema. Кинотеатр бар. Мысалға менің қаламда. In my қала деген бізде city. Міне there is a cinema in my city. Менің қаламда кинотеатр бар. Бізде кинотеатр деген мынау cinema деген сөз. City деген қала деген. Сонымен менде осы жерде
қарап тұрсаңыздар, көпше айттым ба, жекеше айттым ба? Бір маркер бар ма, әлде 2-3 маркер бар дедім ба? Үстінде көрініп тұрғандай, бізде жекеше айттық. Өйткені мен жаңа үстінде көрсетіп қойдым. There is деген бізде жекеше. Дұрыс айтасыздар. There is деген мынау біреу. Деген тоже мынау бір штук дегенді білдіреді. Неге дегенді қойдыңыздар? Келесі жолы болмаса осы дегенді неге қоямыз, соны түсіндірсем де болады, There is a blue marker. Мына бір маркер, көк маркер бар деп көрсеттім, Немесе there is a cinema in my town. Менің қаламда неше кинотеатр бар екен? 2-3 кинотеатр бар ма екен, или 1 кинотеатр бар ма екен? Еще мен әжеге дегенді қойдым, бір ғана дегенді білдіреді. Дұрыс айтасыздар. Так, пен ручка ма дейді. Пен ручка. Біз маркер айтып жатырмыз, өйткені маркермен жазып жатырмыз. Так, үйрету бағасы қанша дейді. Онлайн, менде сабақ онлайн. Саламатсыз, баламды нешқа дайындап жатқан едім, үйрену қанша дейді. Личкаға, директке жазыңыздар, осы жерде сообщениемен. Сабақ онлайн зумда болады, кәдімгі бетпе-бет отырып. Андай видео урок жібермеймін мен. Зумда кәдімгі балаңызбен или өзіңізбен сөйлесіп отырып сабақ өтеміз. Так, жеке үйрету қанша дейді. Жекеге жазыңыздар маған. Сосын сол жақтан талқылаймыз. Жеке болса жеке, топпен болса топпен. Топпен дегенде мен топпен үйреткеннің өзінде де менде зумда 10 адам бейтіп тобырлап отырмайды. Ар кетсе 3-4 адам ғана отырады. Өйткені көп адам жинаған сайын качество кетеді, ал маған качество керек. Адамдардың маған сөйлеп шыққаны керек. Чем адамдарды жинап қойып, оларды дым сөйлетпей шыққанша. Бағасы жайында осы неге жаза беріңіздер тиктокта сообщениеге. 0-ден бастап үйретесіз ба дейді. Әрине 0-ден бастап үйретеміз. Бізде енді ағылшынды білетін адамдардан білмейтін адам көп қой, сондықтан 0-ден бастап үйретіп отырмыз. Мынау темада сіздің кәдімгі ағылшын білмейтін адамдарға арналған тема. Мына көрсетіп қойдық. There is деген бар деген сөзді білдіреді деп, There is a blue marker. Міне осы жерде маркер бар дедік. Мынау there is деген бар, көк маркер бар деп қойдық мұны. Или there is a cinema in my city. Менің қаламда, кинотеатр бар дедік. Осы жерде мынау there is деген бар деген мағынаны білдіріп тұр. Осындай сөздерді айтқыңыз келсе, мысалға, менің қаламда бір нәрсе бар, менің бөлмемде осындай зат бар, деген сияқты, менің үйімде бір нәрсе бар деп айтқыңыз келсе, кез келген жерде бір нәрсе бар деп айту үшін осы грамматиканы қолданасыздар. Reported speech үйретесіз ба дейді. Ойбай, енді осы жерде reported speech үйрете алмайды шығармын, өйткені оның деңгейі өте ауыр. Reported speechті үйретіп отырсам, қазір оны неге иди жалғадыңыз, ол не қып тұр деп осы жерде біраз қазір не болады, проблема болады. Сондықтан мен осы жерде 0-ден бастап үйретіп жатырмын. Чтобы ағылшын білмейтін адамдар осы жерден бір нәрсе үйреніп кетсін деп. Өйткені қазір мен қиын деңгейді түсіндірсем, қалған адамдар қызық емес деп кетіп қалады. Сондықтан да оңайынан бастап жатырмын әдейі. Британский ма или американский ма дейді. Не ол ағылшын ба? Ағылшын грамматикасы ешқашан британский, американский болып бөлінбейді. Ағылшын грамматикасы бірдей. Тек сөздер ғана ағылшында бөлінеді. Мысалға, например, ағылшын тілінде мынандай сөз бар. Trousers деген сөз бар. Trousers, мынау шалбар деген мағынаны білдіреді. Бұл бірақ британский, английский. Британ ағылшынында мынау шалбар деген мағынаны білдіреді. Бірақ біз шалбар деп американскийді айтқыңыз келсе, сіз американскийда оны pants дейсіз. Pants деген шалбарды білдіреді. Бірақ мынау pants, мынау британскийға кететін болса, онда ол мынау pants іш киім болып кетеді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан кейде британский мен американскийді шатастырып жататыны сол. Так, егер сіз английскийдан грамматика үйренетін болсаңыз, ол грамматикасы бірдей. Ойламаңыздар. Британияның грамматикасы бөлек, Американың грамматикасы бөлек екен деп. Екеуінің грамматикасы бір. Просто біз сияқты ғой, бізде де мысалға бір Қазақстанның ішінде қалаларда әртүрлі ғой. Бір қалаларда мысалға шалбар дейді, бір қалаларда сым дейді. Сол сияқты кейде бір-бірін түсінбей қалады.
сол сияқты сөзді де жаттаған кезде біз бірден үйретіп отырамыз. Мысалға мен бір сөз болса, мысалға мынау trousers бұл американскийда, британскийда, мынау pants американскийда, бірақ pants британскийға кетсе ол іш киім болып кетеді. Сондықтан там текстті аударып жатқан кезде түсінбей қалмаңыз, ол шалбар ма іш киім ба біліп отырыңыз деп бірден түсіндіріп отырамыз сабақтың үстінде. Менде кітаптар көбінесе британский, английскиймен кітаптар, но если осындай изменение болып жатса, өзгеріс мен бірден айтып отырам, чтобы оқушы шатасып кетпес үшін. Сізде бірден жаңағыдай американский, английскийда ол мынандай болады деп бірден түсіндіріп отырамыз. Енді ағылшын үйрететіндердің барлығы сөйтіп айтады деп ойлаймын. Окей. Так, маркер бірінші айтылып тұрса дейді, қай қаладансыз, әлден үйретесіз. Мен енді қай қаладан екенмін бұл жерде маңызды емес, өйткені мен онлайн сабақ беремін. Так, ағылшын екіге бөліне ма дейді. Ағылшын екіге бөлінгенде енді әр жақта айтылатын несі ғой, Британияда ағылшыны бар, Америкада өзінің ағылшыны бар дегендей ғой, бірақ екеуі бір ағылшын тілі ғой. Просто екеуінде сөйлеген кезде жо нельзя. Нельзя, Амір. Просто американскийда өздерінің бөлек акценті бар. Өздері бөлек акцентпен сөйлейді. Сосын көбінесе американскийға үйреніп қалған адамдар британскийдан акценттерінен түсінбей қалып жатады кейде. Сындай сияқты ғой. Так, негізі ағылшынның разницасы жоқ. Crisps, chips сияқты дейді. Міне адамдар уже жазып жатыр ғой. Сәлеметсіз бе, балаларға үйретесіз ба дейді. Балалар егер уже өзінің желаниесі болса, сосын өзінің жауапкершілігін өзіне ала алатын болса, өйткені онлайн деген тапсырманы беріп жібергеннен кейін ол бала орындап келу керек дегендей ғой. Қадағалап отырасыз ба сіз? Қадағалап отыратын болсаңыз, әрине үйретем. Өйткені мен тапсырманы беріп қойып, ары қарай результат шығару керек. Болмаса, менде осы кезде бар 8-9 оқитын оқушылар, олар мысалға өзінің жауапкершілігін өзіне ала алады. Сондай адамдарды мысалға оқытуға болады. Бірақ енді 1-ші класс сияқты, 2-ші класс сияқты болса, білмедім. Енді үйден өзіңіз қадағаласаңыз, пожалуйста, мен үйретемін. 2 жылдан бері Британияда жүріп үйрене алмадым. Қалай 2 жылда ағылшын үйрене алмадыңыз ба? Әлде ортаңыз қазақ болды ма, клен? Егер сіздің клен қасыңызда достарыңыз бәрі қазақ болып, солармен қазақша сөйлесіп жүрсеңіз, конечно, үйрене алмайсыз. Сол үшін қашу керек. Мысалға мен work and travel мен Америкаға барғанда, сол үшін мен қазақстандықтардан қаштым. Қасымда орыс, қазақтар жүрді, бірақ мен солардан қашып жүрдім. Өйткені олармен жүрсем бірыңғай мен өзімнің тілімді сөйлеп шығам. Сондықтан 3 ай жазда Америкада әдейі қазақ орыстардан қашып ағылшынша үйренуге тырыстым. Енді сол үшін бардым ғой енді мен. Сам болса из бола ма дейді. Жоқ, сам болса из болмайды. Қазір түсіндірем тағы. Өйткені сам көп болып кетті, бірнеше болып кетті. Ағылшын курстарыңыз қаншадан дейді. Осы жерге неге TikTokқа жаза беріңіздер. Сабақ жөнінде келсеміз. IELTS-қа дайындайсыз ба дейді. IELTS-қа менде өзімде IELTS сертификат бар негізі, бірақ менде қазір IELTS-қа курс ашып жатқан жоқпын. Өйткені оған IELTS-қа көп адам жинала бермейді. Сондықтан жалпы General English, жалпы ағылшын үйретіп жатырмын. Ағылшынға көп группа болып жинала бермейді. Адамдар енді IELTS-қа көп жинала бермейді. Сондықтан IELTS курс ашып жатқан жоқпын. 7-ші сыныпты оқыта аласыз ба? 7-ші сыныпты оқытамын, иә. Жекемен жаза беріңіз, Лунара ханым. IELTS тапсырдыңыз ба? Иә, IELTS-ті 2 рет тапсырғанмын. Митинг ағылшынша өтеді дейді. Жаңа Англиядағы кісі ау деймін. Бірақ переводы орысша өтеді дейді. There is some water in the... There is some water in the glass деген кезде, yeah, there is болады. Өйткені бұл жерде енді түсіндіру керек, өйткені су саналмайды ғой бізде. Суды санамаймыз ғой біз.
Тегін ба дейді. Не тегін ба? Сабақ па? Осы жерде тегін үйреніп жатсыздар ғой, міне. Тегін түсіндіріп жатырмыз грамматиканы. Что нельзя краску. Так. Мама, уйняем. Еще уйняем. Я? Так, үш ай A2, B1 мен IELTS-ға дайындалып қанша алуға болады примерно дейді. Мен IELTS-тан қазір, мен өзімде IELTS сертификатым бар, бірақ мен қазір IELTS-ға дайындап жатқан жоқпын, сосын сізге де артық ештеңе айта алмаймын. Если честно, ол барлығы адамның желаниесіне байланысты. Кейбір адамдар болады 3 айда кәдімгідей результат көрсетеді, кейбір адамдар болады 3 айда жай дайындалады да, созып, сосын не қылады, жай результат көрсетеді. Сондықтан ол адамға байланысты. Мен өзім ағылшын үйретіп жатқан кезде де әркім әртүрлі, кейбір адамдарда кәдімгі желание қатты болады да, тез үйреніп кетеді. IELTS-тан менде 6.5 алынған, бұрын алғанмын. Одан кейін IELTS-қа өзім қайтадан тапсыруға дайындалып жүрмін. Сондықтан мен IELTS дайындап жүрген жоқпын қазір. Өйткені бұрын тапсырғаннан кейін қазір оны необходимость жоқ деп тапсырмай жүрмін. Сағат қаншада өтесіз сабақты? Осындай түсте өтем. Түсте өткенде менде сабақтарым жоқ. Азанда сабақтарым бар, содан. Жоқ, мен IELTS-тан қазір курс ашпаймын, бірден айтам. Ағылшыннан мен өзім IELTS тапсырайын деп жүрмін, сондықтан тапсырып алғасын барып ашам курсты. Сосын IELTS-қа жаңағыдай көбісі индивидуально оқиды, группа жиналмайды. Сосын өткені әр адамның деңгейі бірдей бола бермейді, әр түрлі болады, сонdan группа жинау қиын, сондықтан мен группа ашқым келмейді IELTS-тан. Окей, так, there is there-ға келдік, я. Енді біз there is жаңа жекешесін түсіндірдік, енді ары қарай біз there-ға көшейік, я. There бізде дәл жаңағы бар дегеннің көпше түрі. Бізде бар дегеннің көпше түрі, и біз бір зат бар деп, уже заттар дейікші, бір заттар бар деп, көп затты айтатын кезде біз уже there-ны қолданамыз. И сөйлем құраған кезде де дәл жаңағыдай оп-оңай бірден айтып кете бересіздер, например, there are, мынау бар дегенді білдіреді, например, 2 apples дейінші. There are 2 apples on the table. Мына, бізде table деген мынау стол, столдың үстінде 2 алма тұр. 2 алма тұр, біз уже 2 алма деген көпше түрде болғандықтан, мына жердегі мынау there is-ді біз there-ға ауыстырып жібердік. Өйткені мына жақта бізде көп. Мына жердегідей бір ғана зат емес. Мына жерде біз бір ғана маркер бар дедік. Мына жерде біз бір кинотеатр бар қалада дедік қой. Ал мына жақта біз уже there are 2 apples, 2 алма бар деп көпше түрде айттық. И көпше түрде айтқандықтан біз there are грамматикасын қолданып жатырмыз. Например, бізде there is a blue marker дегеннің көк маркерлер бар деп көпше түрде айтатын болсақ, дәл сол сөйлемді тек а дегеннің мына жерін өзгертеміз. There are... Молодец. Ой, молодец. There are, например, blue markers дейміз, There are blue markers дедім. И мына жердегі мен ені алып тастадым. Неге алып тастадым? Өйткені бізде мына жерде маркер көпі кетті. Бізде маркер деген көпше түрде болып кетті. Сондықтан мына жердегі дегенді мен алып тастадым. Өйткені бізде деген не мағынаны білдіреді? Бір штук, бір ғана зат дегенді білдіреді. Сондықтан да біз анау мына жеріндегі несін, жаңағыдай деген сөзді алып тастадық. Markers деп қалдырдық. Немесе менің қаламда дәл осы сөйлемді көпше түрге айналдырсақ. Дәл осы сөйлемді көпше түрге айналдыруға болады. Мысалға, there are, тоже, например, 3 кинотеатр бар деп айтайыншы. 3 cinemas. Деп, Ой, молодец. There are 3 cinemas in my city. Менің қаламда 3 кинотеатр бар дедім. Сол кезде мен егерде көп
нәрсені бар деп айтатын болсам, иә, мысалға 3 кинотеатр бар, мына жерде 2-3 маркер бар деген сияқты, немесе менің бөлмемде менің үйімде 2 спальня бар, немесе менің үйімде 5 бөлме бар деген сияқты, или не айтсақ болады, столдың үстінде мысалға кітаптар тұр деп көпше түрде айтатын болсаңыз, сіз уже нені қолданасыз? Мынау there are деген грамматиканы қолданасыз. Иә? Ал there is бізде жекеше түрде. Ол жекеше түрде, мынау көпше түрде болады. Өстіп сөйлем құрастыра берсеңіздер болады. Енді дәл осы мынау грамматиканы аламыз да, сіз осы кезге дейін енді мектепте де хоть бір сөздерді үйрендіңіздер ғой. Мысалға да элементарный apple болсын, pen, ручка, pencil, карандаш деген сияқты, или там телефон деген сияқты қолыңыздағы, иә. Сондай сөздермен сөйлем құрастыра беруге болады. Иә? Енді осы жерде түсінген адамдар болса, иә, комментарийға бір сөйлемнен құрастырып түсінгеніңізді көрсетсеңіз. Тест түрінде бола ма, ауызшада бар ма дейді. IELTS тест түрінде, IELTS па? IELTS-та ояқта, иә, жазбашада бар, ауызшада бар. Төрт дағды бар ояқта. Reading бар, бірінші текст береді, текстті оқып, сосын сол текстке байланысты тапсырма орындайсыз. Writing бар, жазасыз, кәдімгі ол жазудың да екі түрі бар оның ішінде IELTS-та. Біріншісінде сізге не береді, схема көрсетеді, сол схемаға сай жазасыз, ал екіншісінде эссе құрастырасыз. 2 бет эссе жазып отырасыз сол тесттің үстінде. Сосын тыңдайтын бар, тыңдап тапсырма орындайсыз, сосын соңында келесі күнге қалдырады, обычно сөйлейтін тапсырма бар. Сөйлейтінді кәдімгі шетелдікпен бірге отырып, сөйлеп тапсырасыз. Сондай IELTS деген. Сондықтан да IELTS-тан бәрі шошып қашатыны. Бірақ IELTS бар адам, ол уже өзінің деңгейін көрсеткен адам. Өзінің ағылшын деңгейін сізге доказывать етіп тұрған адам. Мұғалімдерде желательно жоқ дегенде IELTS сертификаты болу керек қой. Сол кезде, мысалға, сіз спокойно балаңызды или там өзіңізде курс ала бересіз. Өйткені ол адам өзі IELTS тапсырып, доказывать етіп тұрды, то, что өзінің ағылшын білетін. There is a yellow flower дейді. Нұрбақыт, молодец. There is a 25 market in my city дейді. 25 market деген маркеттің аты ма, или 25 маркет бар ма қалаңызда? Егер қалаңызда 25 маркет болса, онда сіз there-аны қолдануыңыз керек, өйткені сіз көп қылып айтып жатсыз. There are 5 pencils in my bag. Осылай ма дейді. Иә, дұрыс жаздыңыз. There is a blue book. Ереке дейді, түсініпсіз, молодец. Магазин деген маркет па дейді. Иә, магазин деген маркет, шоп. Я сөйлем құрастыратын болсаңыз, егер 25 магазин бар десеңіз, онда there are дегенді қолданыңыз, мынаны, иә? Өйткені сіз көп магазин бар деп жатсыз ғой. Ал егер бір ғана магазин болса, онда there is дегенді қоясыз. Маркетс болмай ма дейді. Иә, ол да бар. Енді мен бас жағын жөндеп жатырмын, бер жағын түсінбей қалмасын деп. There are 25 markets in the city дейді. Дұрыс жаздыңыз енді. There are 5 book on the chair дейді. Books деп қосып жіберіңіз, өйткені 5 кітап деп жатсыз ғой. Қандай сөйлем құрау керек дейді. Айзере, біз мына грамматиканы өттік. There is there-ға, соған сәйкес түсінген адамдар сөйлем құрастырып жатыр. Маған сабақтың соңында түсінбегендерін көрсетіп жатыр. Қонақ бөлмеде теледидар бар десе қалай болады дейді. Давайте соны сөйлем құрастырайық, иә? Теледидар, бірінші теледидар бар деп алайық, иә? Міне, бізде there is дейміз, мынау бар деген. Сосын теледидар, телевизор, TV дейміз. There is a TV, иә? In деген ішінде, бөлменің ішінде десек in дейміз. Сосын қонақ бөлме деген living room болады, иә? In the living room. Міне. Қонақ бөлме living room. There is a TV in the living room. Қонақ бөлмеде телевизор бар дедік.
There is a school in the village. Yeah, there is a school in the village. Дұрыс, бірақ in our village деп айтқыңыз келді, иә? Біздің ауылда деп. Ол кезде our дегенді inнан кейін қойып жіберіңіз, иә? Yeah, there is a TV in the living room дейді. Дұрыс. Мына жерде кілең ағылшын білетін адамдар отыр екен. Молодцы. Have деген, бар дегенге бұл жерде бізде have-ті қолдана алмаймыз. Have деген бізде менде бар, сенде бар деп айтқан кезде қолданамыз, иә? Біз мына жерде бар, осы қалада бар, менің үйімде бар деген грамматиканы өтіп жатырмыз. Так, грамматика түсінікті болса, иә, тағы қандай темалар түсініксіз болды? Әзірше тек қайталап есте сақтау үшін дейді. Иә, осы грамматиканы сіздер енді осы жерден түсіндіңіздер ғой. Осыны түсінгеннен кейін енді осыған ауызша көп сөйлем айтып отыру керек. Мысалға, осы кезде бөлмеде отырсыз ба? Жан-жағыңызға қараңыз, не бар, иә? Не бар мысалға жан-жағыңызда? Терезе бар ма? Айтыңыз. There is a window, терезе бар деп. Мысалы, қасыңызда диван тұр ма? Диван бар деп. Сөйлемді құрастыра беріңіз. Құрастыра берген сайын, ауызбен айта берген сайын уже адам үйренеді. Так, Duolingo 112 күн болды дейді. Ой, керемет, күшті. 112 күнге жеткен. There is a table in the kitchen дейді. Салтанат, дұрыс. Very good. Басқадан грамматика түсіндіресіз ба дейді. Я, сол қандай грамматикада өтеміз? Бірақ желательно онайын айтыңыздар. Онайын дегенде енді ағылшынды енді бастап жатқан адамдарға түсінікті болу үшін. Онайлау темадан бастаймыз, бірақ андай reported speech демеңіздер. Ондай теманы мына жерде өте алмаймыз. Өйткені ағылшынды енді бастап үйреніп жатқан адамдарға ауыр болады. Так, 0 болғанмын дейді. Я, керемет. Я, қарап отырмай сөйтіп телефоннан ақ үйрене берсеңіздер болады ғой. Я, желательно A1 деңгейіндегі грамматикаларды өтеміз. Я, барлық адамға түсінікті болу үшін. There is a sofa in the living room. Very good. Я, өстіп жан-жақтарыңызға қарап отырыңыздар да, енді мынаған сөйлем құрастыра беріңіздер. Өйткені бір нәрсені үйренгеннен кейін, соны сразу практикада қолдану керек, чтобы сол есте қалу үшін. Ал сіз оны қазір үйреніп алдым, ой, керемет деп отыра берсеңіз, ол есте қалмайды. Сіз бірден соны құрастыруыңыз керек. Мысалға, осы жерде отырсыз ба, алдыңызда не тұр? Соны барлығын айта беріңіз. Осы жерде мынандай тұр, мына жерде мынандай тұр деп. Present perfect туралы айтыңызшы дейді. Present perfect білмеймін, мына жерде қалай болады екен қазір. Present perfect'ті түсінбей жүрсіз ба? Present perfect'ті мен түсініп кетудің бір оңай жолын білем. И сол методиканы қолданған кезде менде бүкіл адам present perfectпен проблема болмайды, менде оқушыларымда. Өйткені бір күшті методикасы бар. Оңай, соны түсіндірсем, бірден алып кетеді ғой. There are 2 windows in my house дейді. Керемет. Қазір бірінші күні кіріп отырмын, мектеп бітірген соң 20 жылда есте қалмапты дейді. Я, сол ғой, енді сол үшін айтып жатырмын. Ағылшын вообще ұмытып қалған адамдарға кәдімгі 0-ден бастап осы жерде түсіндірейін деп отырмын. Так, осы жерде 0-ден бастап үйренеміз, и күнде бір нәрседен үйреніп отырасыздар. Future simple, future continuous дегендерді өтекші дейді. Нұр, өкінішке орай future simple'ды өте алмаймыз. Қазір мен сізге мына жерге future simple түсіндірсем, мынау жаңағы 20 жыл есте қалмапты деген кісілер дым түсінбейді. Желательно бәрі түсінетін бір нәрсені өту керек бізге. Например, там ANZ дегенді өтсек болады. Неге біз неге ағылшындар любой жерге A, N, сосын Z. Осы 3 сөзді, то есть әріпті, артикль ғой. Осы 3 әріпті неге әр жерге қоя береді? Осыны түсіндіріп берсем сіздерге. Енді beginner деңгейінде түсіндіріп берем. Өйткені қиын деңгейде түсіндірсем, қиын болып кетеді. Вот осыны түсінбедім дейді. Осыны түсіндірейін онда сіздерге. ANZ. Неге любой жерге осыны қоя береді ағылшындар? Ашсаң болды осы ғой, любой жерінде,
Короче, бізде мынандай ағылшын тілінде мынау екеуі бірге, мынау өзі бөлек. Иә, мынау екеуі, бірақ мынау екеуі подружка, екеуі бірге, айырылмайды. Екеуінің андай несі бір, жүретін жері бір, чуть-чуть қана разницасы бар. Иә, мынау бірақ мынадан вообще бөлек нәрсе, екеуі бөлек қолданылады. Енді түсіндірейін, иә, неге осы екі сөз жүре береді кез келген жерде. Бұл бізде ағылшын тілінде article деп айтылады. Артикль деген бізде қазақ тілінде жоқ. Артикль деген қазақ тілінде жоқ, сондықтан да түсініп алыңыздар, иә, өйткені қазақ тілімен сәйкес келсе, мен мысалға бүйтіп айтар едім да, мынау қазақ тіліне сәйкес келеді деп. Иә, короче, бізде мынау AN деген бірінші, иә, мынау A, сосын N деген, айттым ғой жаңа екеуі подружка бірге жүреді деп. Екеуі бір штук деген мағынаны білдіреді. Любой сіз бір нәрсені бір штук екенін көрсететін болсаңыз, сіз обязательно one деп айту міндет емес, деп айта салсаңыз. Мысалға, мынау, если сіз a pen десеңіз, мынау тең one penға. A pen, мынау бір ручка, one pen бір ручка. Көрдіңіз, осы жерде мынау деген бір зат дегенді білдіреді. Иә? A pen бір ручка, one pen тоже бір ручка. Сіз бір ручка деп айту үшін міндетті түрде one pen деп айту міндет емес, оның алдына қоя салуға болады. Иә? Ал N деген тоже мынау N дегенде бір штук дегенді білдіреді. Бірақ біз бұл N дегенді мына ға қарағанда біз бұны дауысты дыбыстардың алдына қоямыз. Ал енді әріпті айтайық. Дауысты дыбысты білу үшін бізге кәдімгі ABCD деген өлеңді айту керек. Оны айтпасақ шықпайды. Бізде ағылшын тілінде неше дауысты дыбыс бар. Соны тауып алу керек бізге. Бұл үшін өлең айту керек, ABCD деген. Бізде ағылшын тілінде извиняюсь, N деппін ғой. A, E, I, O, U деген 5 дауысты дыбыс бар. Иә, тағы бір Y деген бар, бірақ мен Y-ды мына жерге жазбай қояйын, өйткені бұл кейде дауысты, кейде дауыссыз болып кете береді. Сондықтан да мен мына бесеуін айтам, основной. Иә, мынау әріптер, дауысты дыбыстар. Мектепті баяғыда бітіріп, вообще дауысты дыбыс деген не еді деп отырған адамдарға айтайын. Егер мысалға, мынау дауысты, мынау дауыссыз, сіз деп айта алсаңыз, онда ол дауысты. Егер сіз Б деп айта алмайсыз ғой, мына Б-ны соза алмайсыз ғой, значит бұл дауыссыз. Иә, түсінікті ғой. Вообще мен ұмытып қалдым деген адамдарға бір түсіндіріп жатырмын. Енді мынау 5 әріппен A, E, I, O, U осы 5 әріппен сөз басталатын болса, сіз соның алдына не қоясыз? N-ді қоясыз. Например, элементарно сіздер білетін Apple. Apple-ды бәрі біледі. Apple-дың бірінші әріпі қандай әріппен басталып тұр? A-мен басталып тұр, вот міне. A мына списокта бар. Значит, сіз не қоясыз? An apple дейсіз. Например, жұмыртқа. Egg. Ерін тимесе дауысты деп үйреді. Иә, дұрыс айтасыз. Ерін тимесе болды деймін ба? И бірінші әрпіне қарайсыз. И дауысты ма? Дауысты. Немесе мына списокта бар ма? Бар. Значит, N қоясыз. An egg. Енді қараңызшы. An apple деген неше алма? 5-6 алма тұр ма? Жоқ, я. An apple деген жаңағы мен айттым мына. An бізде бір штук дедім. Значит, an apple деген one apple. Дұрыс айтасыздар. One apple. Бір алма. Вот. An apple, one apple, екеуі бір. An egg, бір жұмыртқа. Например, an umbrella. Umbrella деген зонтик бізде, е? Мына бірінші әрпіне қарайсыз. U әріпі списокта бар ма? Бар. Значит, дауысты ма? Дауысты. An umbrella. Бір зонт деп айтасыздар. Түсінікті ғой, е? Өстіп, мынау 5 әріпті жаттап алсаңыз, болды, алдына N қоясыз. Сөйтіп айта бересіз. Түсінікті ғой? Сонымен, енді мынау бір штук. Енді ойлайсыздар ғой, ойлап отқан шығарсыздар, мына Z деген көпке қойылады шығар деп. Жоқ, Z деген көпке қойылмайды.
ол з деген көпке де азға да бәріне қойыла береді, жүре береді бәріне. Енді мынаны түсініп алсаңыздар, вот з-ні түсіндірем қазір. З дегенді қай кезде қолданамыз? Мынаны скрин жасап түсіріп алыңыздар. Дайындалатын адамдар, оқитын адамдар, қазір маған үй тапсырмасын тапсырасыздар. Так, енді оны болсақ, з дегенге көшейік. З мен ненің разницасы қандай? Вот, з и жаңағы A мен N-ді қойып қойайын, е? Жаңа мен айттым, A-N деген бір штук затқа дедім, е? Так, мынау бір штук затқа, именно мынау ғана бір штук затқа қойылады, но біз бұны көп затқа қоя алмаймыз. Ал Z деген барлығына жүре береді. Бір штук затқа да и көп затқа да кете береді. Но екеуінің разницасы қандай? Екеуінің разницасы вообще басқа мәселеде. Біз, если сіз бір затты бірінші рет айтып тұрсаңыз, сол зат туралы, иә? Например, мен сіздерге айтайыншы, I have a car дейін. Міне, мен сіздерге айтып жатырмын. I have a car. Менде машина бар дедім. Иә? Сіздер менде машина бар екенін білген жоқсыздар ғой бұның алдында. Мен сіздерге бірінші рет айтып жатырмын. Иә? Менде машина бар екенін енді айтып жатырмын. Сіздер мені танымайсыздар. Сіздер менде машина бар екенін білмейсіздер. Енді мен I have a car деп айтқан кезде сіздер, бұл апайда машина бар екен ғой деп айтып жатсыздар. Мен сіздерге бірінші рет айтып тұрған кезде мен қоям. Енді мен уже осы сіздерге машинам туралы больше информация бергім келсе, екінші рет айтайын тұрмын. Сол кезде мен уже з қолданамын. The car is, мысалға, не деймін, Kia деймін. The car is Kia. Машина несі? Машинаның маркасы Kia. Енді неге мен мына жерге қойдым? Неге мен неқа з қойдым? Мына жерге мен қойғаным, өйткені біз N деген бір штукқа қолданам дедім ғой. Одан бөлек дегенді біз, если сіз бір зат туралы бірінші рет айтып жатсаңыз, и ол туралы, сіз айтып жатқан нәрсе туралы басқа адамдар білмейтін болса, сізді тыңдап тұрған адамдар білмейтін болса, сіз қоясыз. Мысалға, мен сіздерге жаңа I have a car, менде машина бар деген кезде, сіздер менде машина бар екенін білген жоқсыздар ғой. Иә? Сол кезде мен айттым I have a car дедім. И уже мен машинамның брендін, маркасын айтып жатқан кезде, сіздер менде машина бар екенін біліп тұрсыздар ғой. Енді мен өзімнің машинам туралы уже екінші рет айтып жеткізіп жатқан кезде, или там мен сіздерге өзім машинам туралы больше информация беріп жатқан кезде, мен уже з қоям. Неге з қоям? Өйткені мен бұл машина туралы сіздерге бұның алдында айтып кеткенмін. Түсінікті ғой? З нақты анық болып тұрған кезде қолданамыз дейді. Вот. Мен сол енді нақты анық болып тұрған деп апайлар айтады, но түсінбейді. Не ол нақты анық деген? Қандай мағынада дейді? Оқушылар түсінбейді. Вот соны түсіндіріп жатырмын сіздерге. Мысалға, I have a car, менде машина бар, бірақ сіздер оны білмейсіздер. Машина бар екенін енді біліп жатсыздар. И мен уже the car is Kia дедім. Мен қай машина туралы айтып жатырмын? Ол машина Kia дедім. Мен қай машина туралы айтып жатырмын? Мен өзімнің машинам туралы айтып жатырмын. Өзімнің машинам туралы айтып жатқандықтан мен алдына з қойдым. Өйткені сіздер вы уже знаете. Сіздер уже біліп тұрсыздар, то, что менде машина бар екен. Иә? Енді тағы бір түсінбей жатқан адамдарға тағы бір айтайын. Тағы бір мысал. Екінші мысал. Кетейін жатыр. Мысалға сіздерге бетейін. I have a cat дейін. Енді оңай сөйлемдер жазып жатырмын, что барлығына түсінікті болсын деп. I have a cat деді. Менде мысық бар. Менде неше мысық бар? Бір мысық бар. Енді мен мысығын танисыздар ма сіздер? Атын білесіздер ма? Түр-түсін танисыздар ма? Танымайсыздар. Вот көрдіңіздер ма? Мен мысығымды танымағандықтан мен сіздерге әдейі cat дедім. Өткен сіздер мен мысығымны атын да білмейсіздер, пародасы қандай, оны да білмейсіздер. Енді вот мен сіздерге больше мысығым туралы айтайын. Мен мысығым түрі қандай, түр-түсі қандай, иә? Вот мен енді уже бір рет сіздерге мысық бар деп айттым. Мурка дейді. Давайте. The cat
is brown. Ал мен мысығым түсі қандай екен? The cat is brown дедім. Менің мысығымның түсі қоңыр. Вот. Молодцы. I have a cat. Менде мысық бар деп біріншісіне қойдым. Өйткені сіздер менің мысығым туралы білмейсіздер. Мысығым цветі қандай, аты кім. Ал мен енді екінші рет the cat деп әдейі the қойдым. Неге? Өйткені вы уже знаете то, что у меня уже есть кошка. Менде мысық бар екен сіздер уже біліп тұрсыздар. Сондықтан да мен the қойдым. Сіздер ойламаңыздар, мына жерге қойды, бір мысық ет, мына жаққа келгенде көп мысық болып кетті ма деп ойлап қалмаңыздар. Мына жақта да бір мысық ет, мына жақта да бір мысық менде. Просто мына жерде сіздер ол мысықты танымадыңыздар, а мына жерде сіздер уже танып тұрсыздар, мен мысығым бар екенін біліп тұрсыздар. Иә, мен қай мысық туралы айтып жатқанымды біліп тұрсыздар. Сондықтан the cat is brown деп жаздым. Немесе the cat is Мурка. Ол мысық Мурка. Мысықтың атын айттым сіздерге. Көрдіңіздер ма? Уже сіздер мысық туралы білген кезде мен не қолданады екенмін? The қолданады екенмін. Енді түсінген шығарсыздар, иә? Белгілі артикль мен белгісіз артикль дегенді енді түсінген шығарсыздар. Біріншісінде неге мынау белгісіз? Өйткені сіздер ол менің мысығым туралы или там мына жерде менің машинам туралы білмейсіздер. Ал екіншісінде неге з белгілі? Өйткені сіздер уже білесіздер, то, что менде мысық бар екен, или там менде машина бар екенін. Сондықтан да ағылшындықтар осындай қылып қолданады. The, an дегенді өстіп әр жерге қосады. Но бұдан да бөлек the, an деген, мынау the деген артикльдің көп ережелері бар. Оның бірақ деңгейі ауыр болғандықтан мен оны әзір айта алмаймын мына жерде. Өйткені сіздерге ол ауыр болады. Сондықтан мен сіздерге базовый формасын түсіндірдім, чтобы жалпы мынау the деген не, мынау an деген не жалпы түсіну үшін түсіндірдім. Енді сіздер маған отчет тапсырыңыздар. Түсінгендеріңізді көрсетіңіздер. Бір сөйлемнен құрастырыңыздар. Мысалға, менде машина бар, ол машина мынандай. Или менде сумка бар, ол сумка қоңыр, қара деген сияқты қылып бір түсінгендеріңізді көрсетсеңіздер маған. Қалай түсіндіңіздер? Так, түсінікті дейді. Түсінсеңіздер, үй жұмысын тапсырып жіберіңіздер бірден. Is in деген предлог қай кезде қолданылады дейді. Is деген предлог емес, біріншіден. In деген ішінде деген сөз ғой. Ол ішінде деп айтқыңыз келсе қолдана бересіз. I have a book. Қасына the-ні қосыңыздар енді. I have a car. The car is white деп айтқыңыз келді ау, иә? Иә, осы сөйлем осындай қылып құрастырыңыздаршы. I have a car. The car is white дейді міне. Менде машина бар, ол машина ақ дейді. I read. Сіз 500 беттік кітап оқыдым деп жатқан жоқсыз. I read 500 books дегеніңіз, мен 500 кітап оқыдым деп жатсыз. Жоқ, о жерге I have 500 books дегенге артикль о жерге қойылмайды. Дегенді қоя алмайсыз. Сабақ бар ма дейді. Онлайн бар, иә. Жекеме жаза беріңіздер, осы TikTokқа сообщение ретінде жаза берсеңіздер, жауап беремін сабақ жөнінде. The book is big дейді. Yeah, very good, Айзере. I have a TV дейді. Ереке қасына з қосып тағы бір жазып жіберіңіз. I have a bow, he is black. Okay, very good. I have a book, the dress is white дейді. Вот. The TV is Samsung дейді. Вот. Көрдіңіздер ма? Бірінші рет I have a TV деген кезде сіздер телевизор бар дедіңіздер. Просто телевизор, иә? Но телевизордың маркасын ештеңесін айтпадыңыздар. Вот екіншісінде айтқан кезде The TV is Samsung десеңіз, күшті келеді. I have child дейді. Иә, менде бала бар. И жазыңыз, қандай бала бар. I have a market.
The market is interesting. Okay, хорошо. I have a book. The book is interesting. Okay, very good, excellent. I have a phone. The phone is iPhone. Yeah, Айзере, very good. I have a t-shirt. The t-shirt is pink. Yeah, good job. Мейрамбек, сабақ бар ма дейді. Қандай мағынада? Қосымша сабақтар ма? Қосымша сабақтар онлайн зумда жүргіземін. Сабақ жөнінде өзіңіздің уровеніңізді жазып, маған осы сообщение деген жерге жазып жібере беріңіз. Тиктокта прямой сообщение жазатын жер бар ғой, сол жерге жазсаңыз жауап беремін. The moon дейді. Я, мен ол ережені қосқан жоқпын. Ол ережені кейінге қалдырып тұрмын. Өйткені бәрін бір күнге түсіндірсе ауыр болады. I have a horse. The horse is black. Black дегенді дұрыс жазып жіберсеңіз вообще күшті болып кетеді. Күшті, дұрыс жазғаныңыз қатесіз. The cat is brown. Very good. I have a phone. The phone is Apple дейді. The phone is Apple деген iPhone шығар, иә. I have a dog. The dog is very cute. Иә, күшті. Түсіндіңіз, міне. Сізде біріншісінде ит бар дедіңіз, и бізге ол итіңіздің андай миленький екенін жеткізіп жатсыз, иә. Так, I have a cat. Иә, дұрыс, күшті жазып жатсыздар. Түсінгендеріңіз көрініп тұр. Иә, осы жерде көрдіңіздер ма? Бір жарты-ақ сағаттың ішінде уже бір грамматиканы спокойно түсініп алдыңыздар. Қала аттарына қай артикль қоямыз дейді. Иә, енді мен мына негізі айтып тұрған сол ғой, жаңа з деген грамматиканы басқа да қосымша нелері бар, ережелері бар, но ол шамалы деңгей жоғарыларға арналған. Ал мынау бізде ағылшынды енді бастап жатқандарға арналған. Көрдіңіздер ма? Өйткені мына жерде уже отырған адамдар уже түсініп алып сөйлем құрастырып жатыр. Значит, ол өздерінің деңгейіне сай болып тұр. Дұрыс емес па дейді. Қайсысы дұрыс емес болып тұр? I have... Жоқ, the phone is Apple дегеніңіз бір түрлі болды ғой. Телефон ол алма дедіңіз. Әлде iPhone деп маркасын жазғыңыз келді ма? Cat деген к-да, с-да болып оқылама дейді. Cat дегенде. Мынау cat па? Мынау C әріпі ма? Иә, кейде к болады, кейде C болады. Оның да ережесі бар. Бір күні давайте соны да өтейік. Әріптерді қалай оқылатынын өтсек болады, бірақ енді ағылшын тілінде бүкіл сөз заңға бағына бермейді. Не ғой, өздері жүреді. Көп сөздер ереже бойынша оқылмайды. Неге? Өйткені ағылшын тілі әр түрлі тілдердің қосындысы. Ағылшын тілінде итальян, испан, латын тіліне, мысалға мен сіздерге айтқанымен, ол ережеге бағынбайтын сөздер көп. I have a dress. The dress is white. Шығар, нұр, иә? There is a white деп қойыпсыз өйткені. Thank you, teacher, дейді. Okay, you are welcome. Қай жерге жазамыз дейді Мейрамбек. Мейрамбек кәдімгі тиктокта сообщение жазатын бар ғой, соған маған жазыңыз. Болмаса Мейрамбек осы жерге номеріңізді қалдыра салыңыз, мен ақ өзім сізге жазарым WhatsApp-тан. I have 4 children дейді. Иә, дұрыс жаздыңыз сөйлемді. Children's болмайды, өйткені children деген сөз өзі итакты көпше түрде тұр. Бізде ағылшын тілінде мынандай ғой ережелер. Мысалға сіз book па? Book кітап қой. Егер сіз кітаптар деп айтқыңыз келсе, спокойно books дейсіз, иә, с қоса саласыз. Но барлық сөз ондай емес. Тағы да ережелер бар, иә. Мысалға, мынандай сөздер бар. Вообще заңға бағынбайтын, мынандай с жалғанбайтын. Мысалға, child дейсіз ғой. Мынау child просто бала. Бір бала. Егер сіз балалар дегіңіз келсе, сіз мынаған с қоса алмайсыз. Иә, мынаған с қоса алмайсыз. Мына жерімде не қалды. Так, мына жерге с қоспаймыз. Мына сөз полностью былай өзгеріп кетеді. Children болып кетеді. Мынау балалар.
Ал енді біліп алыңыз. Бұл сөздерді просто жаттау керек ағылшын тілінде. Бұл сөздерді жаттап алу керек, сосын child, children деп жаттайды. Оны барлығы курстарда келген кезде жаттатады ғой. Мысалға child, children болып кетеді. Ондай сияқты сөздер көп. Мысалға foot, мынау аяқ, бір аяқ. Егер сіз аяқтарым деп айтқыңыз келсе, feet болып кетеді. Иә? Дәл сол сияқты осындай, мысалға мына footқа сіз s қоспайсыз, аяқтар деп айтқыңыз келсе. Ол полностью мынандай болып кетеді. Мысалға ox деген бар, бұқа. Бұқалар деп айтқыңыз келсе, мынау сияқты s қоспайсыз. Ол сөз не в тему барып oxen болып кетеді. Oxen, мынау уже бұқалар. Мынау мынандай. Ол сөздерді жаттау керек. Оны да бір күні өтсек болады осы жерде. Тема қылып, бір бөлек тема қылып өтеміз. Өйткені ондай сөздерді кәдімгідей жазып, есе сақтап, жаттап алу керек. Fish қала бере ма дейді. Вот, сол fishтің проблемасы бар ағылшын тілінде. Короче, если сіз, бізде мынандай бар. Fish деген балық қой, енді бәріңіз білесіздер, иә? Fish, если сіз балықтар деп айтқыңыз келсе, fish болып тұра береді. Мынау бір балық, мынау көп балықтар. Әмір қойшы, әмір. Если балықтар деп айтқыңыз келсе, fish болып тұра береді. Но, если сіз балықтар деп именно сіз балықтың түрлерін айтайын деп тұрсаңыз, түрлері, мысалға там, мынаяқта сёмга тұр, там, мынаяқта ақ балық тұр, мынаяқта там қызыл балық тұр деген сияқты. Сондай балықтардың түрлерін айтқыңыз келсе, онда сіз спокойно fishes деп айта аласыз. Сондай ереже бар енді. Бұл шамалы деңгейі жоғары уровеньдегі ағылшын енді. Уровень жоғарылау. Бірақ сондай түрлері бар. Енді сіз, что вы имеете в виду ғой? Сіз ойыңызда не айтқыңыз келіп тұр? Мысалға там сазан балық тұр, иә? Бірақ сол сазан балықтан 5-6 балық тұрса, балықтар деп айтатын болсаңыз, сіз fish деп айта бересіз. Бірақ мына жақта сазан балық, мына жақта ақ балық, мына жақта қызыл балық деген сияқты 2-3 балық түрлі, 3-4 түрлі балық болса, онда сіз fishes деп мынандай көпше түрде айтасыз. Бұқа бұл емес па дейді. Бұл да бұқа, ox та бұқа. Мейрамбек, қазір мен прямой эфирдан, эфир біткеннен кейін сізге жазам. Сосын маған өзіңіздің деңгейіңізден айтып түсіндірсеңіз болады. Қазақстанның сағат мен 4:00 жазбасаңыз ұйықтап қаламын дейді. Мейрамбек басқа елде тұрып жатыр ау деймін. Жарайды, жазам. Окей. Так, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын сабақ бүгінгі, ертең сабаққа кіріңіздер түсте. Қандай темадан қиналып жүретіңіздер, соны дайындап қойыңыздар. Соны ертең түсте өтеміз, Құдай қаласа. Қандай темалар бар. Но бірден айтайын, желательно біз ағылшынды енді үйреніп жатқан адамдарға оңай болатындай тема өтеміз. Андай барып бірден future simple түсіндіріңіз деген ауыр болады. Құдай қалса кіріңіздер ертең. Сабақтан қалмай. Нешеде бастайсыз түскі дейді. Бүгін нешеде бастадым мен? Сағат 3-терде бастадым, иә? 2, сол 2-лерде, 3-терде кірем. Құдай қаласа. Түсте бастаған кезде өзі TikTokта нандай бар ма еді? Колокольчик деген сияқты мен білмейді екенмін. Чтобы бір адам кірген кезде сол прямой эфирға кірді деп сіздерге уведомление баратын бар ма? Сондай бар болса басып қойыңыздар. Вот бар дейді. Мен білмейді екенмін. Мен TikTokта андай адамдардың стримін көрмейді екенмін. Предлогтарды түсіндіресіз ба дейді. Болады. Предлог как раз оңай тема. Ертеңге сол теманы түсіндірейік. Ертең сол теманы өтейік. Предлогтар дегенді бұлайынша қиын емес, аудармасын жаттап алсаңыз болды, сөйлемде құрастырып кете бересіз. Негізі ағылшын қиын емес. Кіремін, Құдай қаласа дейді. Кіріңіздер. Жарайды, онда ертеңге дейін. Ертең сабақтан қалмаңыздар. 2 қоям әйтпесе деп па. Қай жерде тұр уведомление дейді. Мен білмейді екенмін қай жерде тұрғанын.
мына Маржан деген кісі білетін сияқты. Білсе сол кісі айтады ау қай жерде тұратынын. Жақсы, сау болыңыздар. Ертеңге дейін.